Армысыздар, құрметті оқырмандар. 27 наурыз халықаралық театр күніне орай ұйымдастырылған театр мәдениет ошағы тақырыбындағы старитенникке қош келіпсіздер. Театр қоғамда адамгершілік пен рухани құндылыққа бастайтын жол десек те артық етпейді. Әдеби шығарманы сахналық қозғалыспен, яғни өзіне ғана тән театрлық бояумен ғана күйге енгізіп, ондағы өзара қарым-қатынастарды тірілтеді. Театр сахналық өнердің өмір көріністерін драмалық әрекет арқылы көрермендердің көз алдында актерлар күшімен бейнелейтін бір түрлі ойын-сауық немесе спектакль. Түрлі сахналық ойын-сауықтар, сонымен қатар жалпы мәдени шаралар өткізілетін орынжай. Театр тәрбие мектебі, театр тәлім, рухани азық, алар орда деп ұлы жазушылар айтып кеткенде, театр көрінгеннің ермегі емес, еңбектің көркемі, көңіл көтерудің ғана емес, мәдени ошақ, идеологиялық құрал. Театрдың тарихи жағынан қалыптасып даму, өсіп өркендеу жолын әрбір ұлттың, әрбір халықтың өмір тұрмысы мен олардың жалпы мақсаттық ортақ болып бір арнадан шығуын талап етеді.